Ал қазір біз айтқалы отырған спорт былай қарағанда өте қиын көрінуі мүмкін. Бірақ әлемде сноубордты бір жасынан бастап үйрене бастайтын сәбилер де бар екен. Мына видео өте танымал. Осы сияқты кішкентай сары балапандар. Сайюми сноубордты бір жас 4 ай кезінде үйреніп бастапты. Тіпті бізден де артық деп еді. Бөпе бірақ сырғанаған кезде тепе-теңдікті қалай ұстап тұр деп таң қалатынымыз анық. Үйретіп жатыр. Кішкене ересектеу сияқты. Демек, әкесі де, анасы да сноуборд тебетін болып шықты ғой, әйтпесе бала үйрене қою қиын. Бәрекелді. Бірақ енді сноубордқа бір жас 4 ай деген өте кішкентай сияқты әлі. Мен теуіп жүр ғой. Таудың етегінде туып өскендер сияқты. Енді әке-шешесі тепкен екен, қиындығы бола қоймас деп ойлаймыз. Бәрекелді. Керемет. Тамаша. Енді статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, әлемде 30 миллион адам сноубордпен айналысса, оның ішінде 25% нәзік жандар екен. Ал әрбір 6-шы сноубордшы небәрі 7 мен 11 жас аралығында. Енді бұдан шығатын қорытынды сноуборд экстримді спорт, бірақ оны үйрену оңай. Біздің әріптесіміз Серкүл Сұлтан Қажы да бұл спортқа қызыққан сияқты. Ендеше бірге тамашалап көрейік, не шыққанын. Көрейік. Қайырсан, құрметті көрермен, бір қызығы адамдардың 70%-дан астамы сноубордты бірінші күннен бастап үйреніп кете алады екен. Әрине нұсқаушының көмегімен. Осыған орай бүгін бізде сноуборд теуіп көруге бел будық. Ең бірінші қажет затты таңдап алайық. Ол үшін бізге нұсқаушының көмегі қажет. Сіз маған сноуборд тақтайшасын таңдауда көмектесіп жіберсеңіз. Сноубордты таңдағанда адам бойына сәйкес, иегіне дейін болу керек. Бұл маған сәйкес келе ме? Кішкене үлкендеу болады, бірақ осындаймен үйретуге болады. Егер тым кішкентай болса, қандай жағдайлар болады? Тым кішкентай болса, құлай бересіз, мысалы. Тым үлкен болса, бұруға қиын болады сізге. Оны управлять етуге. Сноубордтан, мысалы, сізге сол жағымен бұны. Түскенде, қырдан түскенде сол жағымен ыңғайлы болса, бұны регуляр дейді. Он жағымен ыңғайлы болса түсуге, оны гуфи дейді. Оны мыналар біздер настраивать етеміз. Жақсы, рахмет. Ендеше тақтайшамызды алып, аяқ киімімізді киіп, тауға қарай шықсақ. Қатты бойлау керек. Аяқ ойнамау керек оның ішінде. Негіз шаңғы қиын ба, әлде сноуборд тепкен үйренгеннен қиын ба бірінші күні? Сноуборд қиындау. Аяғым ыңғайлы сияқты. Қазір тақтайға тұрып тепкен кезде көреміз. Мына тақтайшаға екі аяғыңыздың тұсаулы болатынын ойлаған кезде әрине қорқынышты, бірақ таза ауа, қар, нағыз қысқы спорттың қызығы екенін өздеріңіз білесіздер. Әрі әлемдегі қысқы спортты жақсы көретін адамдардың 20%-дан астамы сноубордты таңдайды екен. Яғни бұл қауіпсіз деген сөз. Ендеше теуіп көрейік, қазір көреміз қаншалықты қорқынышты болатынын. Қараңыз, нағыз екі аяғыңыз байлаулы, енді жүру мүмкін емес, сондықтан істеу керек, құрмет. Табанын көтерейік. Табанын, е? Осылай көтерейік. Табанын. Так. Қара бугел деп аталады. Оны сол қолмен ұстайсыз. Сол қолмен ұстаймын, е? Сол қолмен тұрып ұстайсыз. Бұлай, е? Сосын салмақты он аяқты басасыз. Бұлай. Сол аяқты сноубордты сіз бұрып отырасыз. Жіберем, е? Бұлай управлять етесіз, бұрып отырасыз. Хоппа! Бір ескеретін жайт, сноубордты тепкен кезде адамның барлық бұлшықеті қозғалысқа түседі. Сондықтан алдын ала жаттығу жасап, дұрыс демала білуде өте маңызды. Негіз сноуборд тебуден аспал жолмен көтерілу қиын сияқты меніңше. Ал сырғанай алмай отырып қалсаңыз, орныңыздан тұру үшін оң қолыңызбен сноубордтан ұстап, сол қолыңызбен жер тірге көтерілу қажет. Бірден сырғанай жөнелуіңіз мүмкін. Тоқтау үшін өкшелеп басыңыз.
Әрине, сноубордты құламай үйренген жан әлемде кемде кем. Ең бастысы қауіпсіздік шараларын ескерсеңіз болғаны. Өйткені бұл спортта да жарақат алып, беті қайтып қалатындар жоқ емес. Ал үйреніп алсаңыз, ол нағыз адреналин. Ендеше қыстың қызығынан құр қалмаңыз, сноуборд тебуге сіз де келіңіз.